Жамбыл облысы, Меркі ауданы, нөмір 5 Ағарал жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Даулетова Айжан Сейтқазықызы. Мен сіздерге бүгін 4 сыныптың жаратылыстану пәнінің сабағымды ұсынамын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зәр шығару жүйесі қалай жұмыс істейді. Тақырыбымыздың мақсаты зәр шығару жүйесі және оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау. Алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Сабақтың мақсаты зәр шығару жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау. Адамның анатомиялық моделімен жұмыс жасау. Ондай болса, жаратылыстану пәні сабағынан адам ағзасындағы зәр шығару және жүйке жүйелерінің қызметінің танысамыз. Олардың ағза үшін маңызын білеміз. Адамның барлық іс-әрекетін жүйкеге жүйесі басқарып, әрі реттеп отыратынын түсінеміз бүгін. Бүгінгі сабақта зәр шығару мүшесі қалай жұмыс істейтінін білетін боласың. Сен білетінің сезім мүшелері, сенің меңгеретінің зәр шығару мүшелерімен танысасың. Күтілетін нәтижеміз бүгін сабақта адамның сезім мүшелерін еске түсіре отырып, адамның барлық іс-әрекеттерінен не басқарады, сезім мүшелері не жатады, сезім мүшелеріне қандай қызмет атқарады, адам ағзасы сыртқа орта әсерін, күн райының ыстық не суық екенін қалай сезінеді. Сонымен, ондай болса сабағымызға ойлан, жұптас, бөліс әдісі адам ағзасындағы мүшелерін еске түсірейік. Ондай болса барлығымыз алдымыздағы тұрған пиктограммаға зер салайық. Пиктограмманы зерделей отырып, адам ағзасындағы ішкі мүшелерін ата. Оларды қандай жүйелерге біріктіруге болады? Қай мүшелер ешбір жүйеге енбей қалды? Неліктен? Олар туралы не білесің? Ешбір жүйеге енбей өздігінен жұмыс істейтін мүше болуы мүмкін бе? Ал енді ондай болса сіздер ойланыңыздар және осыған жауап бере отырып, дескрипторға сүйене отырып, жұмысымызды реттейік. Дескрипторымыз адам ағзаларының қандай топтарға бөлінетінін біледі, оларды ажырата алады. Зәр шығару жүйесі. Суретке қарай отырып, қандай мүшелер көрсетілген, олар қандай қызметтер атқаратын деп ойлайсың. Адам ағзасындағы артық су мен зиянды заттар қалай шығарылады? Суретке қарайықшы зер салып. Бүйрек. Бүйрек біз білетіндей екіге бөлінеді. Оң жақ бүйрек және сол жақ бүйрек болады. Қуық қандай қызмет атқаратын, несебағар қандай қызмет атқаратын біз сіздермен жеке-жеке танысып өтеміз. Адам ағзасындағы тамақ қорытылып, артық су, зиянды заттар үнемі сыртқа шығарылып отырылады. Бұл жұмысты зәр шығару жүйесі реттейді. Зәр шығару мүшелерінен бүйрек, несебағар, қуық жатады. Ал ондай болса, жеке-жеке әр мүшеге тоқталып кетейік. Бүйрек дегеніміз ол үшбұрыш, ұқсас жұп мүше. Оның негізгі қызметі қанды зиянды заттардан тазартып, зәр түзу. Бүйректің сыртқы жағы дөңес, ішкі жағы ойыс болып келеді. Ойыс жағында несебағар орналасады. Ал несебағар түтікше тәрізді мүше. Бүйрекке түзілген зәр осы несебағар арқылы қуыққа өтеді. Ал қуық болса ішкі қуыс, бұлшық етті мүше. Қуықта зәр уақытша жиналады, кейін несеп өзегі арқылы сыртқа шығады. Ондай болса, біздің арқарата зерттеумен жұмыс істеп көрейік. Зерттеуіміздің дескрипторы зәр шығару мүшелерінің қызметін анықтайды. Зәр шығару жүйесі қалай жұмыс істейді екен, соны суретке қарап отырып, бірге жұмыс істеп көрейік. Ағзаны керексіз заттардан, артық су мен тұздардан тазартуға өкпе,
тері және ас қорыту жүйесі де қатысады. Өкпе арқылы көмірқышқыл газбен бу түрінде су бөлінеді. Тері арқылы су мен тұздар терімен бірге шығады. Ал тамақтың қалдығы тік ішек арқылы шығарылады. Ондай болса, біз сіздермен қазір бірнеше жұмысты атқардық. Суреттегі көрілгендей, біз сіздермен осы ағзадағы керексіз заттардың артық су мен заттарды қалай шығаратын тағы да бір қарап өтейік. Ондай болса, біздің сабағымызды бекіту үшін бекіту тестін сіздерге ұсынамын. Жақсылап қараймыз. Бірінші, зәр шығару мүшелерін ата. А жауабы бауыр мен асқазан, В бүйрек несебағар қуық, С құлақ, мұрын, ауыз. Өзің белгіле. Дұрыс жауабын табуға тырыс. Екінші сұрақ, көп нүктелердің орнына сен керекті мүшені тап. Түтікше тәрізді мүше. А жауабы қуық, В жауабы несебағар, С жауабы бүйрек. Дұрыс жауабын табатыныңа мен сенемін. Ондай болса, үшінші сұраққа тағы да назар аударамыз. Көп нүктелерінің орнына керекті дұрыс сөзді табамыз. Іші қуыс, бұлшық етті мүше. А жауабы қуық, В жауабы несебағар, С жауабы бүйрек. Ал сіздерге сәттілік тілеймін. Сіздер жауабын табуға тырысыңыздар. Ондай болса, мына біз сіздермен қазір түгел сабағымызды өттік. Сабағымыздың соңында қорытындылайық. Өзіңіз бағалауға тырысамыз. Жетістік баспалдағы арқылы өзіңді бағалап көр. Ал енді ондай болса, жақсылап өзіңді қай сатыда тұрғаныңды бағала және бүгінгі сабағымыздың соңында келесі сабаққа дейін қош сау болыңыздар дегім келеді. Назарларыңызға рахмет.